Нұр-Сұлтан қаласындағы 85-ші мектеп лицей өзінің тәрбие жұмысына арналған өзінің шарасын көрсетіп отыр. Біз бұл жерге қонақтарымыз Нұр-Сұлтан қаласының барлық директорының орынбасарлары, тәрбие жөніндегі сол кісілерді қонаққа шақырды. Бұл жердегі мақсатымыз біз мектепте тек қана, лицейімізде тек қана білім беру емес, тәрбие жағынан да жұмыстарымызды көрсеткіміз келді. Өйткені тәрбие мен білім егіздейміз. Ең бірінші тәрбие болса, білімде болады деген ойдағымыз. Сол себептен қазіргі өткізіп жатқан, бүгінгі көрсетіп жатқан барлық біздің жұмыстарымыз, оның барлығы тек қана тәрбие емес, білімге де арналған. Шығармашылық үйірмелер бар, және де яғни толық айтсақ 27 шығармашылық үйірме және де 7 секция бар. Біздің мектеп оқушыларымыздың жан-жақты етіп тәрбиелеп жатыр. Яғни бізде спорт секциялары, өнер секциялары бар. Өнер секциялары жайлы толық айтсам, бізде вокал, қазақ әндері, хор, домбыра, және де осы топтардың көптеген түрлері бар. Ал спорт секцияларын тоқтасақ, бізде баскетбол, волейбол және де ұлттық ойындарда бізде қазақ күресі, асық ату, тоғызқұмалақ атты ойындар бар. Ол секцияларға барлық оқушылар қатыса алады. Және де біздің мектеп ғылыми жақтан да, ғылыми тұрғыдан да жақсы дамуда. Яғни бізде шахмат секциясы бар, робототехника секциясы бар, физикадан сенбі күні өтетін 4 сағаттық факультатив бар, мат сауаттылығы факультативі бар. Бұл факультативтер барлық оқушыларға қолжетімді болып келеді. Олар тегін. Жалпы біздің оқушыларымыздың өте көп жетістіктері бар. Мысалы, өткен аптада біздің баскетбол командамыз қалалық турнирде жеңіске жетті. Жалпы бізде академиялықта түрлі сондай жетістіктер бар. Мысалы, менің сыныптасым және менің сыныптасым биологиядан қалалық кезеңде 2-ші орын алды, және мен ағылшын тілінен қалалық кезеңнен 3-ші орын алдым. Бұның барлығы біздің мектептегі мұғалімдердің арқасынан болды. Және де бізде мектепте көптеген ғылыми жобалар, олимпиадалар өтеді әртүрлі пәндерден. Мысалы, өзімді айтсам, мен география пәнінен 1-ші орын жүлдегері болып келемін. Және де қазіргі кезде мен география пәнінен ғылыми жоба дайындап жатырмын. Ғылыми жобамның тақырыбы ол Ақкөл көлі жайлы, оның экологиясы және де қасындағы тұрғын үйлердің жағдайлары жайлы толық айтып кетеміз. Біздің мұғалімдер бізді жан-жақты тәрбиелеуге және де әртүрлі шығармашылық конкурстарда, ғылыми жобаларда және де спорт түрлерінен де дамытуға тырысады. Тәрбие жұмысын ұйымдастыру және қосымша білім беру жұмыстарын ұйымдастырудағы жаңа әдіс-тәсілдермен бөлісу мақсатында 85-ші мектеп лицейі семинар өткізіп жатыр, қалалық семинар. Бұл семинардың берері өте мол. Қазіргі таңда біз балаларды көптеп 100%-ға дейін толық үйірмемен қамтуға кірісіп жатырмыз және қамтылған. Соған байланысты мектеп барлық үйірмелердің жүргізілуіне өте жақсы жағдай жасалған, заманауи тұрғыда жабдықталған. Сол жағы ұнады маған. Құқық бұзушылықтың алдын алу жөнінде білім алушылармен жұмыс жасаймыз, дәріс оқимыз. Солардың жамандыққа бармай, чтобы ертеңгі солардың алдын жаппайтындай, арқарда тәрбиелі, жақсы маман болып, жақсы оқуларын бітірулеріне біз ниеттенеміз.